қалайсыңдар? Давайте Таиландтан бір күндік влог болсын. Біз қазір бір экскурсияға бара жатырмыз. Бірінші планета обезьян, өтірген планета обезьян емес, пещера обезьянға барамыз. Одан кейін рафтинг болады, одан кейін квадроциклда жүретін боламыз, одан кейін обед болады. В общем, бір күндік турда менімен бірге болыңыздар. Давайте Таиландты қызықтайық. Қазіргі сәтте біз осындай автобуспен сол пещера обезьянға бара жатырмыз. Анда обезьяналарды, маймылдарды көріп рафтингқа барамыз. Одан кейін зиплайн болады. Давайте барлығы қалай өтеді, қалай болады көрсетемін. Менімен бірінші болыңыздар. Біріншіден осы автобусқа обзор қараңыздар. Бірнеше орындықтар бар. Бізде 5 адам алды. Жаңа гид барлығын түсіндіріп берді. Не істейміз, қалай болады, қайда барамыз, неше сағат боламыз деген сияқты. Орындыққа келетін болсақ, орындық комфортный. Мен осылай отырып алдым. Ал бұлай жататын орындық, яғни шалқайып от душинан жатуға болады. Мен өкінішке орай өзімнің наушнигімді ұмытып кеттім. Өтірік наушнигім бар ана жерде, микрофонымды ұмытып кетіппін. Сол үшін звук аздап онша емес болуы мүмкін, но сондайдан да көресіздер деген үміттемін. Дайте лайк басып тіркеліп кетіңіздер, күшті бір влог түсірейік. Біз болсақ әлі де жолда кетіп бара жатырмыз. Әлі 1 сағат уақыт бар. Көп адамдар ұйықтап жатыр, кейбіреуі наушникпен тыңдап жатыр, кейбіреуі сөйлесіп жатыр. Кім не істегісі келер, соны істеп демалып алады. Ал мен болсам осылай біраз влог түсіремін де, қазір өлең тыңдап отырамын. Себебі мен автобустарда, пойыздарда, сондай жерлерде ұйықтай алмаймын, самолетта да ұйықтай алмаймын. Сол үшін ұйқы жоқ, влог түсіремін, біраз өлең тыңдап уақыт өткізетін боламын. Давайте жолды былай видеоға түсірген азап қызықсыздау болар, себебі ағаш пен үйлер ғана асқаты қызық емес деп ойлаймын, бірақ арасында көрсетіп отырамын. Тоқтарды айтсаңыздаршы, қараңыздар, электрик қатты жұмыс істейтін сияқты. Ана жерде бір жерде сбой біреме болса тоқтыға қарасаңдаршы. Бірақ бүкіл қалада осындай ғой деймін. Не жолдары идеальный түзу екен. Влогтың кейбір жерінде шатасып, дұрыс емес айтуы мүмкін. Себебі аузымда брекет тұр, кейбір звуктарды айтқан қиындау, және де мен на влог түсіремін деп дайындалған жоқпын. Жаңа аяғысынан қой влог түсірмесем деп шештім. Естелікте қалу үшін, осы экскурсиялар барлығы жақсы есте қалу үшін, кейін бір 10 жылдан кейін немесе 5 жылдан кейін біз мына жерде жүріп өттік қой деп көру үшін влог түсіріп жатырмын өзім үшін. Сол үшін де көріп лайк басып қолдап кетіңіздер. Давайте мен сіздерге барлығын қызықты әрі түсінікті етіп түсіруге тырысамын. Кейбір жерде төпек етіп дұрыс айтпауы мүмкін. Так что көріңіздер. Қараңыздар, чисто кокос өсетін жерге келдік. Қараңыздар, далада ағаштарда осылай кокостар өсіп тұр. Чисто кокостар міне. Барлығы дұрыс көрді ме жоқ па білмеймін, бірақ барлығы көріп тұрған сияқты. Біз маймылдарға бара жатырмыз. Осындай 50 баттан маймылдарға беретін тамақтар сатылады екен. Біз осындай 2 алдық. Алдабат енді қазір қызық болайын деп тұр. Осындай тамақтар алдық. Қазір маймылдарға тамақ беретін боламыз. Біз міне маймылдарды тамақтандыруға бара жатырмыз. Қараңыздар, міне маймылдар деген толып жүр. Қазір олардың барлығына тамақ беретін боламыз. Бойсыз. Қараңыздар, қаншама маймыл жүр. Тамақ берген өте қызықты екен. Алдабат енді мен видео түсірмеймін. Тамақ бергенді көрдіңіздер. Енді өзімнен бәрін қазір бітіріп тастайтын боламын. Ма, өй, жынны қойна оны деген. Ма. Қараңыздар, бананды өзі ашып жейді екен. Әне маймылдар деген өте көп. Ұжыны маймылдарын банан деген нәрсені менсінбейді ғой. Банан берсен ұжы алмайды дейсің ғада. Тойынған маймылдар ғана, тойынған прям. Қараңыздар, маймылдар өте көп. Барлығы банан жеп жатыр, бірақ бананды асығат ұнатпайды ма, әлде тойып алғандықтан ба? Әйтеуір көп жанталаспай жүр банан аламыз. Бірақ пакет алып қашады екен, байқаңыздар. Не қараңыздар. Біз маймылдарды көріп болдық, енді осындай кукуруза қалды. Бұны біз балықтарға апарып береміз қазір.
жол өте күшті, погода да күшті. Обезьяналар тойынған екен, бананды менсінбейді. Кстати, егер де осында келетін болсаңыздар, көбінесе базардан кукуруза сатып әкеліңіздер. Банан көп жемейді, кукурузаны прям таласып тұрып жейді екен. Сол үшін менен сіздерге совет, егер де келетін болсаңыздар, обязательно базардан кукуруз арзаннан тем более сатып әкелесіздер. Кукуруз алыңыздар. Ал біз енді балықтарға барамыз. Жолды көрсетпеймін, себебі жолдар бәрі бірдей ағаш, жол, машиналар. Сол үшін енді давайте қазір балыққа қалай тамақ беретінімізді көрсетіп аламын. Бірге болыңыздар. Қараңыздар, мұнда пілдер, және осылай пілдермен жүруге болады екен. Бірақ біздің экскурсиямызға пілдер кірмейді екен. Біз почему-то аздап төпеп кетіп қалдық. Біздің экскурсиямызға пілдер кірмейді. Кіргенде осылай жүруші едік. Бірақ осылай көруге болады. Бірақ біз шештік, ертең пілдерге экскурсияны отдельно алатын болдық. Тек қана пілдермен ғана жүретін экскурсия аламыз да, пілдермен жүру керек, гештальтта жабамыз. Ал пока что осылай пілдерді көрейік. Мына жерде 100 батқа банан алып, осы пілдерге беруге болады. Пілдер қолдан жейді екен банандарды. Міне адамдар теуіп жүр пілдерді. Ал біз рафтингқа келдік. Қазір міне бізде лодкалар дайындалып жатыр. Лодкалар дайындалғанша қазір бізде обед болды. Міне тамақтар дайын тұр. Қазір тамақ ішіп аламыз да рафтингқа барамыз. Рафтинг 5 километр болады екен. Может, видеоға түсірмеймін, потому что чехолға сотканы салып тастаймын да. Соткама су кіріп кетпес үшін соткамда сақтаймын. Если что, может, видеоға түсіріп көреміз. Біз қазір киімдерді киіп алдық. Камера аздап болдыр болуы мүмкін, потому что ол водозащитный судан қорғайтын чехолдың ішінде. Не қараңыздар, қазір осымен сырғанайтын боламыз. Басында. Қатая бірі. Қалайсыңдар, біз рафтингтен шықтық және квадроциклдан шықтық, потом тамақ ішіп алдық. Енді міне балықтарға тамақ беруге келдік. Осымен тур бітеді. Қазір балықтарға тамақ береміз. Болды, міне осындай жерге келдік. Ана жерде кішігірім мынандай су ағып жатыр екен. Қазір балықтарды кәрмек етеміз. Міне осындай жерге келдік. Қазір осы жерден балықтарға жем беретін боламыз. Либо гид шатасып қалды ма, либо біз таба алмадық па, балықтарды таппадық. Бірақ бірнеше адамдарын сұрадым. Балық жоқ дейді. Видимо, гид шатасып қалды. Ал осымен бітті. Если влог ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңдар.